Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді голень чупа-чупс жасайтын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен қайнатылған тауықтың аяқтарын, сүйегінен етін ажыратып аламыз. Ажыратып алған сүйектерін бір шетке қойып қоямыз. Ол бізге қажет болады. Және еттерінің барлығын ұсақтап, майдалап турап аламыз. Туралған етімізді бір ыдысқа салып, оның үстінен қайнатылған картопымызды үккіштен өткіземіз. Сырымызды да үккіштен өткізіп аламыз және 3-4 сарымсақты да үккіштен өткіземіз. Оның үстінен татымына қарай тұз және татымына қарай қарабұрышты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің қоспамыз дайын болды. Етінен ажыратып алған сүйегімізге осы қоспамызды жабыстырып, видеодағыдай етіп, чупа-чупс дайындап аламыз. Барлығын дайындап болғаннан соң, 2 жұмыртқаны жарып, осы чупа-чупстарымызды щетканың көмегімен жұмыртқаға аунатып аламыз. Сосын KFC-ге арналған панировочный сухаримізге аунатып, қызып тұрған майда жақсылап барлық жерін қызартып, қуырып аламыз. Жеңіл дайындалатын өте тойымды голень чупа-чупстарымыз дайын болды. Бұны кез келген гарнирмен кешкі асқа ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.